Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Егер сіздер мал шаруашылығымен айналыссаңыз, немесе айланысу ойыңызда болса, бұл арнаға міндетті түрде тіркеліңіз. Арнамызда мал шаруашылығы, ветеринарлық білімдер және мал сапасын жақсарту туралы құнды ақпараттар айтылады. Бүгінгі видеомыз үй жануарларында үнемі кездесетін витамин А жетіспеу індеті жайлы болмақ. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, құнды ақпараттарымызды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар қазақша контентті қолдап, достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырыңыз. Витамин А жетіспеу індеті үй жануарларына мынадай зиян әкеледі. Витамин Аның жетіспеуінен төлдің өсуі тоқтайды. Терінің сыртқы мүйізгек клеткасы мен ас қорыту жолы, тыныс алу жолы, несеп және өрбу жолдарының кілегей қабығы, сондай-ақ мүйізгек қабығы сияқты эпителий ткандары мүйіздесіп сипатын өзгертеді. Қарсылық қуатының төмендеуіне байланысты қосымша аурулар пайда болады. Сонымен бірге көз тор қабығы, нерв системасы оңай зақымға ұшырайды. Витамин Аның жетіспеуінен қосымша мынадай аурулар пайда болады. Бірінші, себепсіз іш тастау індеті. Екінші, тауық көз індеті, яғни кеш батқаннан кейін көзі көрмей қалу. Үшінші, іші өту, тыныс несеп жолдары қабыну індеті. Төртінші, аналық малдың күйлемеуі, өлі және әлсіз төл туу індеті пайда болады. Бесінші, жас төлдерде талма, бет нервтің салдануы, құлақтарының салпайып қалу сияқты індеттер келіп шығады. Бұл індетке шалдыққан малда алғашында тауық көз болып, айдың жарығы мен болымсыз жарықта кедергі заттарды көрмейді. Кейін мүйізгек қабығы құрғап, көзін аша алмай, көзінен жас ағады. Терісі құрғап, жүні құйқалақтанады. Әрекеті баяулап, тәлтіректейді. Дене салмағы жеңілдеп, күйі нашарлайды. Өсуі баяулайды. Ішті сиыр оңай іш тастайды. Өлі бұзау туады. Туған соң шуы түспейді. Емдеу жолы: жемін дереу ауыстыру, көк шөп, сапалы құрғақ шөп, сәбіз және борми қатарлы құрамында витамин А мол азықтықтарды беру. Қажет болғанда жемнің ішіне лайықты мөлшерде балық майын қосып беру. Сонымен қатар балық майынан 20-да 60 миллиді ішкізу, немесе витамин А өкілінен 50.000-да 70.000 бірлікті бұлшықеттен өкіл етіп егу керек. Ал енді алдын алу жолына келсек, бағып басқаруды күшейтіп, ішті сиырларға көк азықтықты, сапалы құрғақ шөп және сәбізді көбірек беруге көңіл бөлу, лайықты мөлшерде әрекеттендіріп, көп күн шуақтату керек. Осылай істегенде малыңызда витамин А жетіспеушілік індеті болмайды. Құрметті көрермен, видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар. Бұдан кейін де сіздермен құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.